Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сан есім. 21-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді тыңда дейді. Су. Күн төбеңді тиерде шақырайып тұр. Асан үйінен шығып, малды ауылдағы атасыныкіне беттеді. Демалыс кезінде атасына барып сәлем бермекші. Орта жолға жетпей-ақ шөлдей бастады. Бекер қуырдақ жеген екенмін деп ойлап келеді. Әбден шөл қысқанда ерні кезеріп, тамсанып қояды. Шіркін бір ұрттам су болса ғой. Кенет ойына жолда кездесетін бұлақ түсті. Жалғыз аяқ жолмен соған қарай бұрылды. Міне, аңсаған бұлаққа да жетті. Қолын жуып жіберіп устып су іше бастады. Тап-таза мөп-мөлдір су ерекше тәтті сияқты көрінді. Шөлдегенде ішкен судың дәмділігіне ештеңе жетпес. Неткен рахат. Сұрақтарға жауап бер. Асан қайда бармақшы болды? Асан атасына бармақшы болды. Атасына барып сәлем беріп келмекші болды. Ол неліктен шөлдеді? Себебі үйден шығарда қуырдақ жеген болатын. Жолда не кездесті? Жолда оған бұлақ кездесті. Бұлақтың суы қандай? Таза, мөлдір. Бұлақтың суы неліктен ерекше болып көрінді? Себебі қатты шөлдегенде шөлін басты. Қатты шөлдеген кезде судың дәмі де адамға білмейді екен. 22-ші жаттығуға назар аударайық. Орны ауысқан сөйлемдерді ретке келтіріп жаз. Теңіз одан әлде қайда көп. Жер бетінде 4 мұхит бар, олардың саны 30-ға жетеді деген бізде ретсіз сөйлем берілген екен. Енді осы сөйлемдерді ретімен келтіріп жазып көрейік. Сондай-ақ айтады, сол сөйлемдердің ішінен сан есімдерді тап, оларға сұрақ қой дейді. Жер бетінде 4 мұхит бар. Теңіз одан әлде қайда көп, олардың саны 30-ға жетеді. Бұл жерде сан есімдер 4 және 30. Бұларға қанша деген сұрақ қойылады. Жер бетінде қанша мұхит бар? Жер бетінде 4 мұхит бар. Олардың саны қанша? Олардың саны 30-ға жетеді. Келесі 23-ші жаттығу. Ойлан тап. Ол қай сан? Оңынан оқысаң ол сан, терістен оқысаң ол сан. Бұл 40 деген сан екен, құрметті оқушылар. Келесі 24-ші жаттығу. Құрамында сан есімі бар сөздерді сөзбен жаз. Кекілік, жетік, түбір, күшік, желтоқсан, алты бақан деген сөздер шығады екен. 25-ші жаттығу. Мақалды оқып жатқа жаз. Бір кісі қазған құдықтан 1000 кісі су ішеді. Сан есімнің қай сөзбен байланысып тұрған сызбамен көрсет, мақалдың мәнін түсіндір. Сан есімдер 1 және де 1000 деген сөздер екен. Бұлар сан есім болады. Бір кісі, 1000 кісі деген сөздер бір-бірімен байланысады. Бұл жерде мақалдың мағынасы бір жақсылық жасасаң, пайдасын көп адам көреді деген мағынаны береді. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.